Ананың баласы білмейтін, әрбір аналардың балдары білмейтін жеті ғажап қасиеттер бар екен. Соның ең біріншісі, ананың алдында жарты сағат отыру бала үшін психологтың алдына 6 рет кіріп шыққанмен тең екен. Психолог 6-шысында барып адамды танитын болса, ана баласын жарты сағаттың ішінде толықтай танып қояды екен. Екіншісі, ғылыми түрде дәлелденген екен. Ана егерде баласын құшақтап, мейірімін төгетін болса, ол бала кругозоры мықты болып, ойлау қабілеті өте мықты болады екен. Үшіншісі, ана жер бетіндегі жалғыз жаратылыс, ол сондай аппарат екен. Баласының тағдырына келе жатқан жаманшылықтарды сезіп қояды екен. Сол үшін егерде аналар баласын мына жерге барма деп тыятын болса, абзалы бармай қойған жақсы екен. Төртіншісі, ана егерде баласының ауырып жатқан жеріне қолын қоятын болса, шипа болады екен. Тіпті ол көзбен кетпесе де, ол шипа жазылмаса да, бірақ бала ауруды сезбей қалады екен. Бесіншісі, ана жалғыз адам өзін құрбан етуге кез келген жағдайда дайын тұрады екен. Тіпті ол іс құрбан етуді талап етпесе де, ана өзін құрбан етуге дайын тұрады екен. Алтыншысы, ананың бір дұғасы баланың тағдырын өзгертеді екен. Жетіншісі, ана жер бетіндегі жалғыз адам, оның алдында отырып қанша айла жасап, өтірік айтсаң да ішкі дүниеңді жасыра алмайды екенсің. Алла барлық аналарымызды өмірлерін ұзақ қылсын. Дүниеден өткен аналарымызды Алла мейіріміне бөлесін.